Тендерде ешкім кіре алмай отырған бөлімге заявка береміз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар, батырлар. Елдер аңсап жүрген бөлімге жол ашқан сайын адам жағдайын жасай бастайды. Жасыл жолмен жүргіңіз келсе, ерекшелене біліңіз. Конкуренциядан шаршасаңыз, осы бөлімге өте біліңіз. Ол бөлімге өтудің барлық жолын біз талқылап жасап көрдік. Сізге де жасап бере аламыз. Түсіндіре алдым ба? Кеттік ондай болса. Қараңыз, бұл тендердің басқа беті. Кабинет goszakup.gov.kz. Алған договорлар. Бұл жерде поиск объявление. Яғни әркім өз тендерін іздейді. Бірақ көп жағдайда адамдар ИП немесе қарапайым ценовойға кіргеннен кейін конкуренция қаптап кетеді. Сол үшін мен сіздерге қиындатпай дайындап қойдық. Яғни мына 10 миллионның жиһаз жасау бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу. 55 миллионға да кіре аламыз. Бұл открытый конкурс болғаннан кейін ұзақ документация. 17 миллионда сол. Немесе мына 10 миллионды да көрсете аламын. Изготовление мебель. Қараңыз, ешкім қатыспаған 0-22 сағат. 0 күн 22 сағат. Осыған заявка беруді көрсетіп берейін. Бұның жабық бөлім екенін біріншіден түсінеміз. Закупка среди организаций инвалидов деп тұр. Уже жабық бөлім. Және өндірушілерге арналған екенін мына жерден білеміз. Изъятие из национального режима. Да. Яғни қарапайым ИП, ТО, ОИ болса да өндіруші деген сертификаты болмаса кіре алмайды. Сол үшін бізде өндіруші деген сертификат болғаннан кейін кез келген мынандай да деп тұрған бөлімді аша аламыз. Яғни бұл жерде қараңыз енді. Мебель өндіргеннен кейін бізде мебельдің основной кодтары бар. Ол жерде партада жасаймыз, шкафта жасаймыз, тумбада жасаймыз. Қандай да бір директорский стол, креслода жасаймыз, театральный орындық. Қандай қалайсыз мебельді, соның барлығын жасауға мүмкіндігіміз бар. Сол үшін бізде код көп. Қараңыз, енді мен заявка беруді бастадым. Общественное объединение инвалидов адал істер. Кеттік. Далі. Қарапайым ценовой, бірақ жағдай жасайтын ценовой. Ойлаңызшы, обычный ценовойда санаулы, алдыңғы видеода көрсеткен болатынымыз, бір айда 135 миллион. Жай ғана ценовоймен. Енді бірақ конкурс бар ішінде. Но тендерде жай ғана ценовойда мүмкін емес ол. Өйткені конкуренциясы талап қояды 100 миллион договорын алғанша. Қараңыз, добавить выбранный. Бұл жерде ең басты плюс жалғыз өзін жүресі ойлаңызшы. Ешқандай анау, мынау обеспечение деген төлемейді. Яғни ОИ. Мына жерге мен потолок баға берем. Яғни біз уже өтіп кеттік. 10 миллион 714 мың 285 теңге керек болса, қасына точкасын қойып 71 теңге деген баға берем ғой. Деп қоясың. Прикол ұстап қоясың. Ал орта общийға шықса бұндай бере алмайды. Өйткені артынан 45 адам кіріп кетеді. Сол үшін біз бере аламыз. Заявка беріп тұрмын. Менің заявкам кетті. Ваши ценовые предложения успешно приняты. Яғни 10 миллион 714 мың 285 теңгеміз кетті. Заявка болды. Мына жерде да, подтверждаю деймізді, болды, жібереміз. Болды. Осымен бәрі бітті. К списку заявки. Заявкілердің қатарында тұрмыз міне.
міне лицей мебель өндіріс ретінде кетті. Бәрі жоқ осы. Ұтып кеткесін несі деген бар. Біз жақта эссе деген сөз. Жасап кеткесін несі. Ұтып алдым. 10 миллион, 40% маржа, тендерде ОИ индустриальный да это нормально. 40% это стандартный, таза пайда. 6 миллион кетті, 10 миллион болып келді. 15 күнде қайтып отыр, оның 10 шақтысын жібердік, 10 шақтысы солай кеп отыр. Керемет па? Осындай индустриальный салаға өткіңіз келсе, ағайыныздың немесе туысыңыздың, танысыңыздың немесе өз цехыңызды заңдастырып, мемлекетке сататын жол ашқыңыз келсе, мына нөмірге хабарласыңыз. Немесе астындағы нөмірге хабарласыңыз. Тігін тігесіз ба, сабын шығарасыз ба, краска шығарасыз ба, бір нәрсе өңдейсіз ба, теплицаңыз бар ма, қасық өндіресіз, кілем өндіресіз, свет шығарасыз. Қандай да бір сборка жасасаңыз да, оны заңдастыру арқылы ұлттық режимға өтіп тұрса болды. 4000 товардың тізімі бар ұлттық режимға өткен, оның барлығын аласыз. Айтпақшы, ұлттық режимға өткен товарлардың тізімін алғыңыз келе ма? Ол үшін де ана нөмірге хабарласыңыз. Плюс өндіруші болып қалай кіру керек екенін толық консультация қылып алыңыз да, осылай емін еркін конкуренция жоқ жерде жүріңіз. Ерекшелене біліңіз. Ерекшелену арқылы тендерде аз уақытта жағдай жасайсыз. Енді біз бірге жасау үлгісін ұсынамыз. Дәлелмен барлығы. Бізге айтатын өздеріңеге сөйтпейсіңдер, өздеріңеге бүйтпейсіңдер деп. Бүкіл жерде солай. Адам көрмегеннен кейін айта береді. Көрсетіп тұрмын ғой міне. Неге қайталамыз? Конкрет, как есть. Қалай бар, солай. Барлығын көрсетеміз. Біз 5 жыл ашып жүрміз. Өзіміз неден пайда көрдік, барлығын ашып жүрміз. Сіз де көре беріңіз. Сіз конкуренция бізге бола алмайсыз. Мен сізге бола алмаймын. Сала көп қой, ауысып кете береміз. Толқасын ол жақ. Қазір бөлісу деген бар. Неғұрлым бөлісесің, өмір заңы бумеранг. 1% бересің, 99%-ды аласың. Алмасу, өмір алмасу. Сол үшін де ашық болыңыз, информациядан хабардар болыңыз. Осы өндірушілерге таратыңыз. Кім бір нәрсе өндіреді? Ағайыныз, туысыңыз, танысыңыз, ана ауылдың түбінде бір нәрсе өндіріп отса, міндетті түрде таратыңыз. Ол өндіріштер мемлекетке тікелей саталады. Осы біздің жол арқылы. Біз бастауында отырмыз. Каналды сізге ашып беруге дайынбыз. ОИ немесе индустриальный сертификат алып беруге де дайынбыз. Кез келген. Ол тендердің ерекше жолдар. ОИ объединенное общество инвалидов, бұл уже ерекше жол. Оның ішіне индустриальный сала болса, мүлдем ерекше жол. Мен сияқылды жалғыз жүресіз. Жалғыз емес, біз енді санаулы компания бармыз, но заказды бүйтіп аласың. Жарайды деп аласың. Келесі жолы бір көзден бері қалу мүмкін деген 5 миллион ала саласың. Келесі жолы тағы да берсе ғана 5 миллион қалайын, 5 миллион деп аласың. Керемет па? Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, жан-жаққа таратыңыз. Бұл өте пайдалы. Нағыз жағдай жасайтын конкуренциясы жоқ жер осы. Қазақстан бүкіл саласында конкуренция лық толып келеді. Мына бөлімде жоқ. Өйткені бұның бастапқы құжаттарын ешкім түсінбейді. Мен оған 3 жылға жуық уақытымды аңсап, 25 миллионға жуық шығын шығарып, әртүрлі ассоциация, атамекен, Минфин, қаншама зданиялардың есігін қағып тұрып аштым. Бұл еңбектің құны бірақ тендермен ақтайтын қылып қойдық. Сол үшін так что тармайыз етпе, номерге хабарлас, ертеңнен бастап өндіруші болып кіркет. Кейін, әне, міне деп жүргенде басқа біреулер кіреді. Амандықта, саулықта кездескенше табысты күндеріңіз көп болсын.